Астанадағы ЛРТ-ге жұмсалған қаражат неше жылда ақталуы мүмкін. Астанадағы жеңіл рельсті көлік желісі биыл пайдалануға беріледі. Бұл тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең даулы, ең ұзаққа созылған, ең қымбат жобалардың бірі. Том сот құжаттары мен бақ материалдарына арқау болған жоба шығынын ақтай ала ма? Елорда тұрғындарына қоғамдық көлік қызметін көрсететін монополист City Transportation Systems, яғни CTS жауапкершілігі шектеулі серіктестігі әкімдікке жолдаған редакция сауалына осы компания жауап берді. Сол жауаптағы мәліметтерді негізге алып, ЛРТ құрылысы мен вагон сатып алуға кеткен шығын неше жылда ақталатынын есептеп көрейік. CTS мәліметінше ЛРТ паркінде 19 жылжымалы құрам бар. Бір құрамға 4 вагон тіркелген және бір мезетте 650 жолаушы тасымалдай алады. Осы 19 құрамның 15-і күнделікті желіге шығып, халыққа қызмет көрсетсе, қалған 4-еуі резервте тұрады. 15 құрам араға 5-10 минут салып қатынайды деп жоспарланған. Станциялар арасына орта есеппен 1,5-3 минут жүреді. Компания мамандары ЛРТ тәуліктің неше сағатында жолаушы тасымалдайтыны әлі нақтыланып жатқанын айтты. Дегенмен алғашқы кезеңде қоғамдық көліктің бұл түрін тәулігіне 45 мың адамға дейін пайдаланады деген болжам бар. Енді осы деректер арқылы шығынның ақталу мерзімін 3 сценарий бойынша есептеп көрейік. Қосымша құн салығынсыз 1 миллиард 800 миллион ақш доллары көлеміндегі EPC келісім 2016 жылы жасалды және өзгертілген жоқ. Бұл сомаға ЛРТ құрылысы, депоны тұрғызу, вагондарды құрастырып Астанаға жеткізу, жұмыскерлерді оқыту сияқты ЛРТ толық іске қосылғанға дейінгі жұмыстар кіреді, деп жазылған компания жауабында. Демек, жеңіл рельсті трамвай желісін салып вагондарды іске қосудың бүгінге дейінгі шығыны 1,8 миллиард доллар болған. ЛРТ мен жол жүру ақысы теңгемен төленетіндіктен бұл соманы да теңгеге шағу қажет. Ұлттық банк 2026 жылдың 1-ші тоқсанында доллардың орташа бағамы 497 теңге болды деп есептеген. Демек, теңгеге шаққандағы шығын 895 миллиард 914 миллион теңге. Жол жүру тарифы 200 теңге деп бекітілген. CTS мамандары ЛРТ пайдаланудың жоспарлы жылдық операциялық шығыны неше теңге деп бағаланғанын айтпады. Оның ішінде коммуналдық қызмет көрсету, еңбекақы, желі мен жылжымалы құрамды күтіп ұстау шығындары қанша болатыны да белгісіз. ЛРТ-ның жылдық операциялық табысында нақты айтқан жоқ. ЛРТ жобасы іске қосылған соң нақтыланады деп қысқа қайырған. Сондықтан біздің есепте жеңіл рельсті көлік желісінің қызметін қамтамасыз ететін күнделікті шығындар ескерілген жоқ. Базалық сценарий. Бір тәулікте 45 мың жолаушы көрсеткішін базалық сценарийдің өзегі етіп аламыз. Өйткені CTS елорда халқының неше пайызы қоғамдық көлікпен жүретінін, оның неше пайызы ЛРТ жолында шоғырланғанын өздеріндегі жедел мәліметтерден айқын көріп отыр. Сондықтан арық сөйлеп семіз шығу қағидатымен есептелген 45 мың жолаушы деген көрсеткішті сенімді түрде беріп отыр. Жұмсалған қаражаттың неше жылда қайтатынын түсіну үшін ең алдымен билеттен түсетін жылдық табыс есептеледі. Күн сайын 45 мың жолаушының әрқайсысы 200 теңгеден төлесе, бір күнде шамамен 9 миллион теңге түседі. Бір жылда жол жүру ақысынан түсетін табыс шамамен 3 миллиард 285 миллион теңгеге жетеді. Сонда 895 миллиард 914 миллион теңгені толық ақтау үшін 272 жыл керек. Ал бұған күнделікті операциялық шығындарды қоссақ, базалық сценарийдің өзінде жұмсалған қаражатты ақтау мерзімі 300 жылдан асып кетеді. Оптимистік сценарий. Жолаушылар саны біртіндеп 2 есе өсіп, күніне 100 мың адамға жетеді деп алуға болады. Мұндай жағдайда жылдық түсім шамамен 7,3 миллиард теңгеге дейін барады. Бұл қарқынмен бастапқы шығын 123 жылда қайтады. Бірақ бұл сценарийде ЛРТ жұмысын қамтамасыз ететін күнделікті шығындар ескерілмеген. Ескерсек, мерзім 1,5-2 есеге дейін ұзаруы мүмкін. Пессимистік сценарий. Тәуліктік жолаушы ағыны базалық сценарийден 2 есе төмен деп алсақ, 20-22 мың адам қатынайды деген сөз. Жылдық түсім шамамен 1 миллиард 551 миллион теңге. Мұндай инерциямен негізгі шығынды 578 жыл шамасында жабуға болады. CTS жауабында 200 теңгелік тарифті көтермей ұстап тұру үшін бюджеттен субсидия қарастырылатыны айтылған. Оның көлемі де ЛРТ жобасы іске қосылғаннан кейін нақтыланады. Демек, 200 теңгелік тариф ЛРТ-ның күнделікті қызметіне кететін шығынды да жаппайды. Түйіндесек, ЛРТ құрылысы мен вагондар сатып алуға жұмсалған қаражатты тек жол ақысы арқылы қайтару мерзімі утопиялық есептің өзінде жүздеген жылдарға созылуы мүмкін. Экономист Сапарбай Жобаевтың айтуынша, өркениетті мемлекеттерде қаланың көлік жүйесі өзін-өзі
ақтамайтын әлеуметтік шығын болып есептеледі. Мысалы, Швейцарияның Монтре деген қаласында осы мәселені зерттеп көргенім бар. Ондағы троллейбустардың билет бағасы 200-250 теңге болса, өзіндік құны 500-600 теңге болатын. Екі есе айырмашылықты қаланың муниципалитеті басқа салық түсімдерінің есебінен субсидиялайды. Қазірдің өзінде Астанадағы қоғамдық көлік билеттерінің өзіндік құны 350-400 теңгеге жақын. Қалған айырмашылықты бюджет субсидиялап отыр. Мұндай жүйе барлық жерде бар, дейді экономист. Еңбек жолын Өзбекстанның қаржы министрлігінде бастаған экономист Сапарбай Жобаевтан Ташкенттегі жеңіл рельсті трамвай қала бюджетіне қалай әсер етіп отырғанын сұрадық. Ташкенттегі ЛРТ деп жүргендеріңіз 1970 жылдардың басында салынған метроның жер бетіне шығарылған жалғасы негізі, яғни оның негізгі шығыны Совет одағының кезінде бюджеттен бөлінген. Метро жүйесінде 45 елі бар десек, соның 15-20% жер үстімен жүреді. Демек, біздің Астананың ЛРТ-сі сияқты жалпы үлкен қалалардың көлік жүйесі мемлекеттің ұдайы жәрдеміне тәуелді болады. Ташкент метросы да субсидияда отыр, дейді маман. Сапарбек Жобаев елорда бюджеті ЛРТ-ні күтіп ұстаудың күнделікті шығынын қиындықсыз еңсеретініне сенімді. Астанадағы ЛРТ-ның эксплуатация кезіндегі шығыны қаланың бюджетінен төленеді. Астана біздегі 3 донор өңірдің бірі болып есептеледі. Бұл жағынан жағдайы орнықты. Қазір автобустарды қалай субсидияласақ, ЛРТ-ні де солай субсидиялаймыз. Әрине, о баста тиімді ұйымдастырып, үнемді жолмен салуға болар еді. Бірақ болар іс болды. Ал қоғамдық көліктің мұндай түрі керек. Бірақ Астананың климаты қатаң, қысы суық әрі қарлы боранды. Сондықтан жобаның қалған бөлігін жер астына түсіріп, метро қылу керек деп ойлаймын, деді сарапшы. 2019 жылы билік транзиті болып, ұзақ талқылау мен сот процестерінен кейін жобаны аяқтау туралы шешім қабылданды. Жобаның қаржылық тұрғыдан тиімсіз екені сол кезде айтылған. Сондықтан бұл нысан табыс табудың көзі емес, қаладағы көлік жүктемесін азайтуға арналған инфрақұрылымның бір тармағы болып қала бермек.